Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Сіздердің назарларыңызда Аристократ подкастының 3-ші бөлімі. Және бізде қонақта Бек Мейір мырза. Қайырлы кеш, құрметті базарлар. Баршылар, шақырғандарыңыз. Және подкасттың жүргізушісі мен Мантай Асхат және Өзбек Алиев Кемпайыл мырза. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Достар, бүгінгі подкастты жазудағы мақсатымыз ол қазіргі Алматы Пікірсайыс Федерациясының тарихын негіздеу және оның не істейтінін, қазір не істеп жатқанын бір кішігірім жоспарын көру ретінде немесе қорытындылау ретінде жазып отырмыз. Сондықтан бүгін бізде қонақта Бек мырза. Біз алдын ала келіскеніміз бойынша мен кішігірім ретінде шолу жасап өтсем АПФ-ның тарихына. Сіздер білесіздер деп ойлаймын, алдыменен осы Алматы пікірсайыс клубтардың бірігіп бірдей ереже жазу немесе төрешілік рейтингдарын жүргізу болсын, барлығын істеу ол өте бір үлкен идея болды. Оның идея ретінде АПО болды, бізде азамат болды, координаторлар кеңесі деген сияқты заттар көп болды. Ал ол идеяның қазіргі түрі ол АПФ. Оның мақсаты құрылу кезінде, бұл негізі құрылу басталған кезі ол 25 наурыздан басталды. 2019 жылдың сол кезде Алматы пікірсайыс рейтингіне пост шығады, и пост шыққан кезде сол жерде үлкен талқылау болып өтті. Сол талқылаудың арқасында мен Жарылқасын мырзаға жаздым. Жарылқасын мырза адамдар жинады. И солай бізде ең бірінші UIB-да вроде сол кездегі жүрген дебатерлардан жиналыс өтті. Ол жиналыста біз барынша АПФ-ті құрған кезде оның қандай принциптері болу керектігін және ол неге сүйену керек, өте көп солай талқылаған болатынбыз. И талқылау барысында бізге өте бір қатты маңызды болған заттардың бірі ол клубтардың АПФ-тегі рөлі. Ол өте жоғары болу керек болды. Егер олар жоғары болмайтын болса, онда өзін ешқандай клуб оны қолдамайды. Сондықтан біз президент сайлау кезінде оны максималды түрде демократиялық түрде жасауға тырыстық. Осылай Бек мырзаның кандидатурасын сол кезде Әсет мырза ұсынған болатын, Нұрмұхамед мырзаны ұсынды кандидат ретінде және Нұрхан мырзаны ұсынды. Осылай 3 адамның ішінде сайлау өтті. Әрбіреуінің өзінің жеке программасы болды және оны біздің ойымызша координаторлар тағайындау керек болатын, именно кімнің президент болатындығын. Вот. Ал сол кезде қандай немен программамен жеңгендігін бүгінгі жеңімпаздың өзі айтып берсе, Бек мырза, сіз қандай программамен жеңдіңіз сол кезде? Қандай программамен жеңді дегенде басында былай кетейін, мен өзім дебатқа бірінші курстың бірінші семестрінің ортасына соңына қарай келген болатын. Дебаттың өзінде мен екінші семестр өте қатты аңғасқан болатын, алайда екінші курста мен дебатқа қатыспағанмын. Яғни бірінші семестрде екінші курстың бірінші семестрінде қатысқанмын, жүргенмін, бірақ соңында дебаттан емес кішкене басқа жұмыстармен кетіп дебатты бір семестрге қоюға белгіленген болатын. Солай былай жүріп, үшінші курста келіп кетті. Үшінші курстың басында мен қайтадан дебатпен айналысып едім. Бірақ дебатпен айналыспас бұрын дебатты айналысқан дегенде қалай? Сыртқы турнир немесе кубок ондайларға қатысқан жоқ. Кішкене ішкі жұмыстармен ұйымдастырушымен қысқан. Яғни бізде оқығанға дейін оқуда сөз жұмсер деген мектеп лиганың жобасы жүргізген болатынбыз және сол кезде мен келгенде үшінші курстың басында көп координаторлар жетпеген болатын, бірнеше мектептерде кішкене проблема болатын және тағы да бірнеше мектептер қаскелеңде орналасқан бізде қосылысы деген болатын. Содан 1-2 ай бойы сонымен жүрген болатын, жүріп істеп основной дебатта Алматыда сценада, аренада не болып жатқанын білмейтінмін, өзінде қатты көп адамдарды танымайтынмын. Сол кезде үшінші курстың соңында сөз сөйлесетін барлығын бітіріп, тағы нәрселерді жасап жүргеннен соң ойлаған едім. Дебат көрдім, қызық екенін естідім, бірақ сонда дебаттан кетейін деп ойлап жүрген едім. Және ассистент маған жазғанда мен оған кетемін деп айтқым келген, бірақ сонда ол да менде жаңалық бар екен дейді. Екеуміз кездесеміз апортта, сол кезде кім бірінші айтады дегенде, ол бірінші айтады дегеннен соң айтады, АПФ деген бір нәрсе болып жатыр, осындай да осындай, сен кандидатсың және сайлану керексің дегенде, сен кандидат ретінде ұсындым деді. Сол кезде мен түсінбей қалдым, не бәле екен, не істеген екен, бірақ шынын айтсам, өзім бірінші курста осындай бір нәрсені армандаған болатын. Яғни дебатта осындай бір централизованный власть болса деген арманмен арман болатын, бірақ ол кезде сенбегенмін, бір нәрсе сонда болады деп, тем более мен қатысым болады деген сияқты ешқандай желание да болған жоқ, сенім де болған жоқ, бірақ
3 жылдан кейін 3-ші курстың соңында бізде АПФ болды. Барғанда бастапқы Кенбай мырза айтқандай жиналысына мен болған жоқпын. Сайлау кезіндегі жиналысқа келген болатын. Барлықтары ең бірінші кабинетке кіріп келгенде үйде барлықтарының координаторлары отырған болатын. Ешкімді танымайтын. Барлықтары ала көздерімен қарап, кішкене өзімді некомфортно сезінген болатын. Ешкімді танымаймын, ешкімді білмеймін. Барлықтары ұрысып жатыр, не істеп жатыр, бір нәрсені ақылдасып жатыр. Түсінбейтін. Сол кезде солай бір сағаттай өтті. Нәрсені ақылдасып жасап жатқанмен, ештеңеге түсінбей отырғанмен, сонда кандидаттар шығып өз программаларын айтсын деген қатты бір программа болған жоқ, бірақ Мұхаммед мырзада программа болды, Мұхаммед мырзада программа болды. Нақты айта алмаймын, қазір есімде емес, қандай программалар болған екен, бірақ Мұхаммед мырза бұл кезде мектеп лигасының студенттік лигасының отдельно бөлімде министрге сайланып тағы сондай басталса деген болды. Мен АПФ-ті ойлағанда өзім программа не болмақ дегенде мен ойлаған едім, АПФ-ті шындары осындай бір-екі топ емес, оғанға дейін АПФ деген қаншама орталықтар болды, азамат дегенде болған болатын. Ол жерде бірнеше клубтар ғана қатысқан болатын, есімде болса, нақты подробностьтарын білмеймін, бірақ білуімше бірнеше клубтар ғана араласқан болатын, ал басқалар не активно болған. Осы сол кабинетке келгенде мен көрдім, шында да барлық клубтар отырған, барлық клубтардың координаторлары қатыспаса да, олардың аттары айтылып жатқан. Шында да сол бір сағат обсуждение кезінде мен көрдім, шында да адамдар бір нәрсені өзгерткісі келеді. Дебаттың просто так осындай бір уровеньде қалып тұрғысы келмейді, ертең дамытқысы келеді дегендей сияқты. Сол кезде мен түсіндім, что АПФ тек қана бұндай саптармен айналыспау керек, яғни тек қана мектеп лигасымен емес, он должен мыслить масштабнее дегендей сияқты. Раз уж шында да федерация деген нәрсені құрып жатса, федеративный уровеньде ойлау керек дегендей сияқты. Мыслить шире дегендей сияқты. Дебат әлемнен де жоғарырақ дегендей сияқты. Яғни тек қана төрешілік үшін немесе басқа үшін ғана құрылса федерация, лучше федерацияны құрудың қажеті жоқ дегендей сияқты ой болды. Бірақ федерацияны құрып жатса, нужно что-то реально стоящее зат деген сияқты. Помимо мектеп лигасынан болсын, помимо төрешіліктен болсын, оның бәрін қосу керек, бірақ нужно еще что-то дегендей сияқты. Сол бір ойларымды айтқан болатынмын, соңында какой-то перевеспен әйтеуір жеңіп кеттім. Сол кезде өзім де сенген жоқпын. Әйтеуір президент болып кеттім. Қысқасы осындай. Иә, қызық болған екен, анау апортта кездесіп кім жаңалық айтатын, бір прям индийский кино ғой кәдімгі де. Кім айтады? Сол кезде әсетке бірінші айтайын деген, бірақ қызық болды, не айтады дегенсің. Сен бірінші айт. Жоқ, сен бірінші айт. Жарайды, сен бірінші айт деген. Ол айтып болғаннан соң мен сені айтты. Ал сен не айтқың келді? Не важно дей салған едім де, просто қызық болды. Мен шынымды айтып, соңына дейін сенген жоқпын жеңетінімді, өйткені ешкімді танымаймын, ешкімді білмеймін. Кіресің, құраманды біртүрлі болды. Сенген жоқпын, бірақ до конца барғым келді. Қызық болды просто. Какой-то бір никакой опыт болды да мен үшін. И соңында жеңгенде прям ошеломляющий, очень приятно шокирован дейді ғой, ойлаған жоқпын, бірақ өте қуанышты. Мен өте қуаныштымын сол кезде жеңген үшін. Қазір айттыңыз ғой сіз барлық клубтар қатысу керек деген сияқты. Иә, ол негізі шынымен ол қатты маңызды болды. Әрліқасым мырза, Архат мырзалар, Нұрдәулет, Ерқанат мырза, то есть Әсет мырза көп адам отырған кезде сол кезде бір барлығымыз бірден келіскен бір нүкте болды. Ол максималды түрде клубтар араласу керек. Әйтпесе онда вообще ештеңе болмайды деген сияқты. Себебі бір мықтырақ деген клубтар бірігіп алуы мүмкін, бірақ одан ештеңе шықпайды. И мне было как-то приятно, что барлығымыз бір нәрсені түсіндік и сол бір жақта қозғалдық. И осы АПФ-ті құрылу барысында негізі осыған дейін АПФ-ке дейін негізі не үшін сол пост шықты да вообще. Оған дейін бірнеше себептер болды. Оған дейін бір-екі турнирларда төрешілердің әдетсіздігі, немесе жеткілікті дәрежеде квалификациясының болмауы, соған байланысты микстепте біраз посттар шығып жүрді. Адамдардан боль дейді ғой, сондай посттар шығып жүрді, хэштег боль. Сонымен шығып жүрді. Сөйтіп, ол сол анау рейтингтағы шыққан постқа алып келді. И біз өзінің ойымызша ең бірінші нәрсе мынау керек болатын АПФ-та. Ол төрешілік системасын бүкіл клубтарға бірдей қылып жасап беру керек. Яғни ол нақты болу керек, ол түсінікті болу керек, және ол жестко болу керек. Ешқандай бұрмаланбайтын, неғылмайтын да, и барлығы бірдей қабылдайтындай. Бірақ өкінішке орай мен АПФ құрылғаннан кейін мен араласқан жоқпын ол нәрселерге қатты, себебі араласа алған жоқпын.
ситуацияларға байланысты. Енді Бекмырза сізге сұрақ. Кім біледі, может араластырған жоқ. Кім біледі. Енді Бекмырза тағы бір сұрақ қойсам, енді бізде кішкене интервью форматына кетіп бара жатыр ғой. Сұрақ, сіздер не істедіңіздер осы бір жылдың ішінде? Именно төрешілікке байланысты. Мен түсінемін, что сіздер АПФ-тің примарий ұйымдастырдыңыздар, ол прям күшті өтті, барғандар риза болып жатыр, ол күшті еңбек. Төрешілік жағынан ше? Сұрақ, көбісі осы сұрақ. Көбісі төрешіліктен АПФ вообще басы құрғанда төрешілік мәселесі ең краеугольный камень болған болады. Ең маңызды нәрселердің біріншісі, егер ең маңыздысы болмаса, төрешілік болады. Так как мен бұғанға дейін 2 жыл десе де болады, дебатта болған жоқ, мен шын айтсам, АПФ құрылғанға дейін посттарды оқымайтын, митингтерде де отырмайтын және көрген жоқпын да, мен білген жоқпын, ондай проблема бар екен. Бастапқыда АПФ премиумды сайландым мен апрельде кішкене жүргіздік, майда әйтеуір АПФ премиум болды, 3 ай демалысқа кеттік жазда, сентябрьде маусым ашарды ұйымдастырдым, маусым ашардан кейін бірақ қызық мен маусым ашарды соншалықты асығып ұйымдастырған едім, өйткені маусым ашар жасамасам ағары турнирлер болып кетті және игере алмай қаладым ғой, оны жасауға дегендей сияқты бір мотивациямен жазған болатын, 15 сентябрьде жасаған болатын, осының 1,5 ай бойы турнир болған жоқ. Сол кезде прямо андай өзімді ай деген чувство болды, асықпау керек дегендей сияқты. Бірақ қызық болды. 1,5 ай болған жоқ дегендей сияқты. Андай болды. Мен өте қызық болды, төрешіліктің проблемасы неде екен? Мен өз көзіммен көргім келді, именно қандай проблема болып тұр, не үшін осыншалықты барлықтардың актуальны дегендей сияқты. Мен түсініп то, что какой-то агрессивдік болып жатыр, не істеп жатқан бір нәрсе болған шығар, басқа нәрсе. Бірақ это было настолько абстрактно дегендей сияқты. Подробности из первых рук хотелось узнать дегендей сияқты. Турнирлерді өте қатты күттім. Сосын барып 1,5 айдан кейін октябрьлерде алтын сапаның турнирі болды. Айскрим бола бастады, президенттердің, Абылайхандардың турнирі бара бастады. Бірақ олардың турнирлер барлығы жақсы болды, бірақ өкінішке орай ояқта да мен әлі толықтай түсіне алған жоқпын төрешіліктің проблемасы. Бірақ сол кезден бастап параллельно мен Файзек Кембай мырза сізді, Нұрмұхамед мырзаны, Әйгерім ханымдарды, Қуанышбек мырзаларды помните атуда жинаған болатын. Иә, есімде. Мен сол кезде то, что турнир, помимо турнирларды көруге басқа, еще осы адамдарды шақырып көру керек. Олар не айтады екен дегендей сияқты. Олар не құралады, олар қай жерде проблема көріп жатыр. Сол кезде отырғанда мен сіздерден обсуждение деген болады. Алихан да сол кезден бастап бастады. Алихан сол уақыттарда 3-4 жиналыстар өткізген болатын біз апталар арасында, келесі апталар болды. Иә. Әр жиналыста әрқалай адам келе бастады, бірақ Алихан до конца әр жиналыста отырған болатын және реально төрешілікті нормально сол жерде сөйлесіп, не істеп, қатысып, барлығын біліп жүрген, теме болып жүрген Алихан мырза болады. И сол кезде сонымен араласа бастағанда Алихан мырзамен сол кезде түсіне бастадық, то что екеумізде более-менее жұмыс жасаймыз, екеуміздің ойымыз бір жақтан шығып жатқанын, екеумізде бір нәрсені қалып жатқанымызды сол кезде сөйлесіп, соңғы жиналыстарында декабрьда болған ба, оны министр Алматының төрешілік министрі ретінде сайлаған болатынбыз, бірақ ол кезде де ешқандай нәтиже шығарған жоқпыз. Өйткені мен әлі де соңына дейін не уверен болдым, оның барлығы жетеді ма дегендей сияқты. Было какое-то чувство, как будто что-то не хватает дегендей сияқты да төрешілікке. Я жиналыстарды көрдім, я бірнеше турнирлерге қатыстым, бірақ шынында да мен әлі корень проблемы көре алған жоқпын да. Следствияны көріп жатырмын, то, что кейбір төрешілер қабылған, то, что кейбір төрешілер вообще төрешілік ететін ережелерді білмейді, бірақ олар не казалось головной проблемасы. Барлық последствия из проблем дегендей сияқты. Солай былай декабрьде келіп, ол қалып қалған болатын. И сосын барып, февральдардан бастап, қайтадан қайтадан кездесе бастап, давай төрешілік мектебін жасай бастап деген пока что, яғни нақты нәрселерді жасаймыз, параллельно адамдарды оқыта бастап деген. Кішкене болса да, лучше, чем бездействие, лучше хотя бы просвещать будем дегендей сияқты. И параллельно будем искать лекарства от этой болезни дегендей сияқты нәрсені.
осылай жасадық. Бірақ оны үш жиналыс, екі жиналыс өтті, қателеспесем, біреу UIB, біреу Тұранда. Үш жиналыс даже. Сонда төртінші жиналысында по идее сертификация болу керек болатын, бірақ ол кезде осы коронавирус болып, барлықтары почта болып кеткен болатын, прямо все планы разрушил дегендей сияқты. Солай былай ол да қалып кеткен болатын. Және бұйырса, по идее осы карантин кезінде 2 ай бойы жатқанда бос жатқан жоқпын. Төрешілік туралы өте көп ойландым. Оңға дейін, как раз мартқа дейін UIB болды, технократ, энерголар болды. Вот сол кезде мен реально көре алдым төрешіліктің деңгейін. Әлде түсіне алмағанмын. В чем корень проблемы дегендей сияқты. И карантин кезінде өте көп видеоларды көре бастадым. Федерация дебатов Украинаның тренингтарын, Британиядағы ағылшынды мен қатты жақсы білмеймін, бірақ салармен отырып әйтеуір болсын өтірік переводтап көріп не істеп жасап, и адамдармен сөйлескенде Әлиханмен сөйлесіп жүріп сол кезде и реально бір прогресс болды. Вот карантин кезінде менде реально бір щелчок болды, просто былай оқып жатқанда бір кезде ойланып қалдым да, так стоп дегендей сияқты. Мен бір ай бойы просто тупо қарадым, жаздым, оқыдым и просто керек нәрселерді жазып жүрдім дегендей сияқты. Сосын барып бір кезде материал қалмаған үшін мен отырдым, просто отодвинулся от стола и столға қарағанда қағазым болды да кішкене. Сол кезде щелкнуло. Реально, так, стоп. Мынау менің алдымда тұрған нәрсе, реально, кажется, решает все проблемы дегендей сияқты нәтижеге келдім да. И андай бір вдохновение болып дегендей сияқты. И былай ойланып қарадым, былай несі қалдым. Мынау реально алдымда тұрған ережелердің барлығын жазып қойып шыққаным. Реально бір как будто нашел ответ дегендей сияқты болды да. И өзімде өте қатты excited болдым дейді да ағылшында. Өте қатты excited болдым. Біреумен сөйлескім келді сымбатов сол кезде. Кембай мырза сізге жазған болатын, Ғалымжан мырзамен сөйлескен болатын сол кезде. Барлық кіммен болсын, кім менің қасымда болды, солардың барлығымен тырыстым, сөйлесіп көрдім. Шынында да реально мынау мен шығарған нәрсе, ереженің барлық мен шығарған қағидалар реально барлық сұрақтарға жауап беріп жатыр ма дегендей сияқты. Может просто мен басқа нәрсені көріп тұрған жоқпын дейді, өзім соншалықты жақсы көріп кеттім дегендей сияқты. Бірақ реально бір шынында да шығарған қағида шынында да бір нәтижеге алып келеді дегендей сияқты. И бұғанға дейін бір жыл өтті, төрешілікті қалай уәде етті, бірақ әлі толықтай жасаған жоқ. Бірақ мен асыққым келген жоқ. Өйткені асыққанда просто тәпілеп жасалғым келген жоқ, просто для галочки жасай салғым келген жоқ. Максимально болсын соссам да, бірақ әйтеуір бір үлкен лучше поздно, чем никогда дегендей сияқты. Лучше я принесу что-то достойнее, чем просто принесу вещь, которую завтра выкинуть дегендей сияқты. Бірақ қуанышты жағдай, төрешілікке байланысты бұйырса келесі четвертте үлкен бір нәрсе дайындап жатырмыз. Прям үлкен емес, бірақ келесі четвертте төрешілікке байланысты тыңдап отырған дебатерлар болса, бұйырса келесі четвертте реально біздің группада ВКонтакте АПФ Алматы күрес федерациясында үлкен анонс болады, сол анонсты реально төрешілік. Мен сезінген сезімді сол четверг күні сезінесіздер деп үміттенемін. Ең крутой реклама вообще. Жалпы Бекмырза осы төрешілікке байланысты, мысалы мен жыл бойында төрешілікке байланысты координаторлардың жиналысымен қолмен көпшілігінде болдым. Бірақ бізде бір проблема бар сияқты да, типа сол жерде отырған координаторлар болсын, солардың сенімді өкілдері болсын, сол координаторлар барлығы келісіп отырады да, и іс жүзіне келген кезде ештеңке жоқ, сол ешқандай нәтиже көрсетпейді. Сіздің ойыңызша осы бір жыл бойында осы төрешілік проблемасын шешілмеуі осыған байланысты емес пе? Көмекпен болмауы деген сияқты нәрсе. Ол да бар шығар, просто шынында да бәсе бұл не только төрешіліктің проблема емес, шын айтсам. АПФ-ті құрғаннан соң бір айдан кейін уже құрған адамдар, Қасым мырза болсын, Асхат мырза болсын, қарттар құрған адамдар бітіріп, Асылхан мырза айтпақшы қатысқан болатын. Көбісі бітіріп кеткен болатын, және сол кезде жаңа координаторларды сайлап кетті де, оларды білмейді АПФ не екенін, маған қарайды, менде қарап отырмын өйткені. Так, не болып қалды дегендей сияқты. Тез алыс кетті де,
иә айтпақшы асхат мырза да сол кезде көргенде ол да сіз де білмей отырғансыз мен де білмей отырмын қысқасы болды сондай то что андай қалай айтса болады просто создали и бере салды и кетіп қалды дегендей сияқты жаман нәрсе де емес просто ну так получилось өйткені олар төртінші курс болды и вообще мен қуанамын то что олар хотя бы төртінші курстың соңы ғой не істеді бәрібір емес па деп кетіп қалмай осындай бір нәрсені құрып кеткен просто андай қалай айтса болады момент неясности болып қалды дегендей сияқты да наоборот сосын барып келесі жиналыстарда осы 2019-2020 жылындағы жиналыстарда шынында да көбісі координаторларда вообще координаторлардың көбісі таңдалған адамдардың координаторлардың көбісі вообще координатор болғысы келмеген сияқты да андай жүреді только и ради того чтобы координатор болып сайлады значит басқалар рвение көрген жоқпын да мен реально андай көбісінде рвение көрмейтін просто жиналысқа келеді қатысады просто потому что так надо дегендей сияқты да андай просто так надо дегендей сияқты қағидамен келетін сияқты и иә әрине бұл андай неме қатты демотивация береді деген сияқты бұндай нәрселер бірақ оған қарамай бәрібір де андай ғой вроде сұрайсың вроде жиналыс жасайсың и соңына қарай асхат мырза біледі не үшін жиналыс жасамай кеттім координаторым өйткені реально просто андай олардың да уақыттарын кетірмей менің де уақытымды кетірмей просто бостан босқа жүрмей лучше бір нәрсе істеген жақсырақ дегендей сияқты лучше олай на показ жиналыстарды өткізгеннен қарағанда дегендей сияқты и осы жиналыстарға байланысты айтпақшы мынандай проблема болатын келесің төрешілікті жасайық не істейік мынандай идеяларды ұсынамыз и тут шығар кейбіреулер келіспейді кейбіреулер келіседі дегендей сияқты кейін қызығы мынандай да оғанға кейбіреулер бір-біріне прикол ұстап отыр да біреулер прикол ұстап отыр түсінбейді жоқ андай серьезно қабылдағысы келмейді сияқты ондай бар но это отдельное люди не холодно не жарко дегендей сияқты но есть люди которые оғанға дейін жиналысқа келмейді именно оғанға дейін обсуждение жасап барлығын келістіріп компромисске вроде келген сияқтысың келесіде жиналысқа қалдырасың жаңа адамдар келеді вообще басқа нәрсе айтып кетеді то есть назад откатываться деген сияқты и қайтадан 2-3 жиналыс бұрын болған заттарды қайтадан түсіндіріп қайтадан келесі жиналыстарға қалдыра беру тоже не вариант болды дегендей сияқты да и төрешілікте мен түсіндіріп кетейін басты проблема біз қарап жатқан бальный системада емес төрешіліктің проблемасы некомпетентный ақпарат ақылды ақпарат тағы да не бар особый білім нелерде емес мен түсінгенім то что вообще төрешіліктің основной ережелерін білмейді андай нәрсе да адамдар түсінбейді вообще төрешіліктің маңыздылығын қалай төрешілік етеді то есть четко нәрсе жоқ та әрбір адам әрқалай түсінеді біреу адам мынаған қараса екінші адам басқа жаққа қарайды и ол осындай проблема бола тұра біз бальный системаларды басқа нәрсе это уже қалай айтса болады не самые важные вещи дегендей сияқты да нужно было зрить кореньді табу керек болатын то есть основной проблема неде екенін табу керек основной проблема то что адамдар төрешіліктің нақты төрешілік не екенін нақты қалай төрешілік ететінін білмейді ол бірінші екінші ойыншылардың өздері өте қатты отмечали яғни андай да жақында Кембай мырза айтты алматы бокс федерация алматы рейтингінің АПФ-тің жариялаған кездегі постында астында бірнеше комментарий болған 26 комментарий болды соның бәрін оқып шыққан болатын подкасттың алдына дейін сол кезде мынандай нәрсе болды то что адамдар микстейпті сол жердегі төрешілікке байланысты қырғын әңгімелердің барлығын оқып шықтым тапқан нәрселерді оқып шықтым и сол кезде андай нәрселер айтады біреуден оқып шықтым мен что төрешілікке еще либерализация деген сөзді түсіндіру керекпін ба дегендей сияқты нәрсе айтып жатыр да то есть менің ойымша бұл өте дұрыс емес нәрсе да то есть сен түсініп тұрсың ғой сен дебат ойнап отырсың сен даладағы әңгіме емес либерализация деген сен обязательно либерализация не екенін түсіндіру керексің сен либерализация деп кетіп қалмауың керек төреші түсіну керек либерализация деген сөздің мағынасында сен не айтып тұрғанын может сен басқа нәрсені айтып тұрсың ал ол басқа нәрсені түсінуі мүмкін дегендей сияқты сол үшін дебатты да ойыншылардың өздері ойнағанда олар просто айтып кетудің қажеті жоқ дегендей сияқты төрешілікте сұрақ қалмау керек то что мынаны айтқаннан соң қандай нәрсені айтып жатқан деген
ВП-ті мен не үшін маған не үшін қатты ұнады, то что ойықта реально шайнап береді до конца. Мен айтпаймын, то что апосты ой до конца шайнап берудің, бірақ хотя бы логичный завершениесіне дейін сен нақты не айтып жатқаныңды түсіндіріп бер деген сияқты да. Менде тағы да бір ойындар болды, то что төрешілер андай айтты да, күшті ойнадық вроде бы дегендей сияқты да, бірақ андай да идея емес, не емес, сенде 8 факт болды, ода 9 факт болды дегендей сияқты айтты да, и андай ойпырасында сол үшін жеңілдім ғой, просто реально сол үшін жеңілдім. Ол адамның атын айтып қояйыншы, ол адамның жоқ төрешілік еткен адам өте жақсы араласаңыз, ол түсінген сияқты қай жерден рахмет, хотя бы түсінген, бірақ оны естігенде Алихан сен кейін жоқ Алихан емес, құдай сақтасын, андай да жариялаған бірде 8-ден кейін соны жариялайды да, бірде 8 болады, соны жариялайды да, есің барып отырасың да, то есть андай смешное ощущение болады да. Сол кезде мен түсіндім, то что реально адамдар не туда смотрят дегендей сияқты. Олар төрешіліктің проблемасы дегенде, олар не хотят признавать, что олар төрешілікті білмейді. Мен шын айтамын, мен жаңағы схеманы жасамас бұрын мен реально төрешілікті түсінбейтінмін. Яғни түсінетін, бірақ по-своему дегендей сияқты да. Өзінің қарағанынан, не істегенінен адамдар шынында да қорқады айтуға, то что ол төрешіліктерді түсінбейді дегендей сияқты. Яғни проблема неде? Тренингке барасың, неге барасың, барлық жерлерге барасың, бас төрешілердің ана жақта түсіндіріп, турнирларда, клубтарда түсіндіріп, бір жарым сағат бойы су құяды, бірақ реально смысл неде дегендей сияқты. Сен бірін түсіндіріп алу керексің, реально нақты не дегендей сияқты. Қағидатты четко көрсетіп алу керек, неге, қай жерде, қашан қарау керек екен. Мынау аргумент қалай тұр, аргумент деген вообще не екен дегендей сияқты. Это не только төрешіліктерге керек, ол ойыншыларға керек. Өйткені ертең ойыншы төрешіліктің алдында ойнағанда, ол түсінікті керек. Төреші неге қарап жатыр екен. Ол түсінігі то, что төрешілікте сұрақ болмау керек екен. Қазіргі кезде ойыншылардың көбісі реально төрешілікте адам құрлығы көрмей кетеді ғой просто. И не үшін атлеттардың көбісі қазір актуальный проблема, атлеттар өйткені недопонимание бар деген. Атлет исключительная вещь дегендей сияқты да. Это в самом крайнем случае болу керек нәрсе. Ал өкінішке орай қазіргі кезде атлеттар турнирлерде бір болмасын, екі рет болмасын, бір рет хотя бы болып тұрады стабильно. И это показывает то, что просто реально нет тотальное недопонимание бар да ойыншылар мен төрешілердің арасында и төрешіліктің ережелерінің арасында. Реально түсінікті нәрсе жоқ. Из-за этого создаются вопросы, из-за этого создаются проблемы, из-за этого төрешінің качествосы түскен үшін ойыншылардың да сапасы түсе бастайды. Вот. Можно осы ойларды жинақтап айтсам. Мен түсінгенім бойынша, Бек мырзаның айтуы бойынша, ойыншылардың ең бірінші алғашында өздерінде аргументтің қалай құрылу керек жайлы, кейсін құрылымы жайлы нақты түсінік жоқ. Это бір. Екінші, ертең ол ойыншылар төреші болып барады. Ал осы аргумент жайлы екі басқа түрлі түсініктегі адам оған ойыншы болып келеді. И ортада как бы төреші не білмейді, не ойыншы білмейді. То есть получается ортада түсініксіздік болады. И соның арқасында қателіктер болуы мүмкін, нелер болуы мүмкін. Мен осы жерде қосып кеткім келеді. Төрешілер мойындағысы келмейді өздерінің төрешілікті білмейтіндігін. Неге? Себебі олар өздерінің турнирында төреші болды ғой. Біз білеміз, любой клуб үшін өзінің турнирі это как оның түрі сияқты. То есть егер ол турнирінде бір косяк болатын болса, онда ол целый клубтың косягі, и ол абыройы прям нереально ауыр тиеді клубтар үшін. Вот. Мне кажется, сол үшін олар мойындай алмайтын сияқты қателіктерін. В основном, адамдар реально как-то... мынандай ғой, менің ойымша, вообще төрешілер негізі нормальный адам болу керек. То есть ақылды, логиканы хотя бы түсінетін, логиканың төрт заңын білетін, кем дегенде, олар аналитический мышление істей алатын, жылдам и нақты. Ал егер ондай болмаса, онда оған үйрену керек ол адамға. Себебі ол біреудің тағдыры ойын деген. Байсе, бұл жерде мен айтып кетсем мырза. Андай нәрседе адамдар төрешілікті түсінеді, что олар бір какой-то отдельный вид человечества деген сияқты, отдельный человек деген сияқты көрінгендегі. Бірақ андай да, біз бірінші курста келгенде бізге түсіндіреді, неге? Аргументтен тұрады, дефинициядан тұрады, статустодан, оның барлығын түсіндіру керек, и сол кезде біз түсінеміз, қалай ойнау керек екен. Иә? Ондай менее понятно деген. Төрешілікте ондай нәрсе емес. Төрешілікте ондай схема, четкий схема жоқ деген сияқты да. Бар схемалар, бірақ ол схемалардың барлығы басқандай. И сондай схема болмаған үшін осындай проблема бар деген. Я не говорю то, что мен жасаған схеманы бір керемет жерлерден алдым, бір ай бойы оқыған үшін, көрген үшін деген сияқты. Емес жоқ, мен просто әлемде не болып жатқан халықаралық деңгейде вообще не бар, вообще Алматы маған
былай көрініп тұр, что Алматы вообще басқа жолмен кетіп жатқан сияқты деген сияқты. Басқа жолмен кеткен жоқ, басқа жолға кетіп бара жатқан сияқты болып тұрды да. То есть ойынға кіргенде көбісі айтпайды, аргумент бірінші статус-кво дегендей сияқты, дефиниция. Көбісі ойлайды, что тек қана бірінші курстар ғана айтады дегендей сияқты. И смысл дебатов теряется дегендей сияқты. Көбінесе дебат емес, реально просто один человек спор с другим дегендей сияқты болып қалады. Төреші отырады да, түсінбей қалады, не сөйлеп жатыр, не істейді. Смысл дебатов теряется дегендей сияқты да. Ең бірінші дебатта сен ойнағанда сен просто өзіңнің күшті екеніңді көрсетпек емес, не істеу керек емес, сен реально дәлелдеу керексің күресшіге, басқаларға біреу емес, ойыншыларға емес, дәлелдегенде сен какой-то там бір далада сөйлесіп тұратын әңгімемен емес, реально отдельный вид спикерство дегендей сияқты болады да, дебатерлардың спикерлік манерасы дегендей болады. Ол манерасы дефиниция, статус-квоны, аргументін, осының барын айтып кету, дәлелдену, фактура, осының барлықтар керек. Ал өкінішке орай қазір мен оның барлығын реже көріп жүрмін дегендей. Қалай болады? Сапалы ойындардың реально сапасы түсуі осынан да шығатын сияқты. Төрешіліктің ең жақсы нәрсесі ол реально аналитический ойды үйреткізеді дегендей. Аналитический ойды үйретеді. Адам, төреші болатын адам, яғни дұрыс төрешілік ететін болса, ол аналитический адам болудың қажет емес, ол болмай алу да келуі мүмкін төрешілікке. Басында қиын болады, бірақ апоевті дебатты ойнағандай сияқты, төрешілік ете бастағанда ол реально осындай навыктарды ала бастайды. Ол навыктар не үшін керек дейді көбісі адамдар. Ол навыктар жайдан жай дебаттың көбісінде адамдар қатты смысл көрмейді, өйткені бірінші курстан кейін екінші курсқа көшкенде адамдар ойлайды, не үшін дебатта жүрмін деген сияқты. Дебатта жүрсің, өйткені сенде орта қалыптасып жатыр. Сенде дебат саған орта беріп жатыр дамуға. Ол даму не үшін керек? Адамдар көбінесе айтады, дамы бер, даму не үшін керек деген сұрақты мен өте көп болады. Даму не үшін керек? Ертең жұмыста тұрғанда, резюмеңе жазғанда, дебатер болдым, сөйлей аламын, стрессоустойчивыймын дегендей сияқты. Аналитическое мышление, осының барлықтары сен дипломсыз-ақ та сен жұмысқа алады дегендей сияқты. Мысалы айтып кете салайын даже, бірінші курстан кейін сұхбатқа арқасында мен мечтада продавец консультант болып істеген болатын. Ар жақта 18 жастамын, енді ғана не істегендей сияқты сын барып адамдар бар да, ар жақта 23 жаста, 25 жаста жүреді и 60 мың, 90 мың, 100 мың теңге табады. Мен ар жақта барып 2 айдың ішінде бір айдың зарплатым 180 мың болатын, бір айдың ішінде десе. 2 айдан жұмыс істедім. Оның барлығы дебатқа қатысқанның арқасында болды. Просто тупо өзінің ойын жеткізе алу, адамдарға реально аргументированно сөйлей алу, соның барлығының арқасында. Ол тек қана дебат ойнау соны беретін болса, представьте, төрешілік дебатта төрешілік ету қандай навыктар береді деген сияқты. Вот осылай ойлау керек. Вот сол кезде адамдарға реально түсіне бастайды, не үшін төреші болу керек екенін. Осылай кажется. Ұзақ сөйлеп кеткен жоқпын ба? Жоқ, сіз ұзақ сөйлеткен жоқсыз. Сөйлегеніңіз ұнап жатыр маған, бірақ сіз тақырыптарды өте жылдам ауыстырып отырсыз. Мысалы, бір тақырып айтасыз, мен мына жерге қосқым келеді, мен мына жермен келіспеймін, мынаны былай айтуға болады, негізі мынау мынандай деген сияқты айтқым келеді, бірақ үлгермей қаласың, уже тақырып ауысып кетеді, и потом уже поезд проехал. Үлгермей қаласың. Негізі тоқтата беріңіздер ана немен. Просто реально мен заложить соңғы 3 айда осымен ғана айналысып жүрмін да, сосын барып андай прям хочу наговориться дегендей сияқты. Түсіндік. Этот мен келісемін, сізбен ана айтасыз ғой, төрешілерге ешқандай не жоқ деп. Негізі этот кейстің қалай болу керек деген, аргументтің қалай құрылымы деген нәрсе, ол 50% ойыншыларға ол түсіндірілу. Ал 50% менің ойымша төрешілерге. То есть вообще негізі дебат деген по определению не да? Мысалы дебат, дискуссия там көп қой, полемика деген сияқты да. Дискуссия деген ол екі адамның арасында әңгіме. Дебат деген ол екі адамның арасында әңгіме, бірақ кімнің жеңгенін үшінші тарап анықтайды. Ал үшінші тарап анықтау үшін оған қандай бір критериялар керек, чтобы үшінші тарап тупо маған мынаның көзі ұнады деп жеңісті бере салмау үшін оған каким-то бір инструкциялар керек, ережелер керек. Вот ережелер мен инструкциялардың жиынтығы вот осы кейстің қалай болу керек деген сияқты түсініктер. Ал төрешілердің парақтары сондай болғандықтан, именно мысалы 4-ке бөлінгендіктен ойыншылар да сондай ойнайды. То есть получается төреші ойынды қалай көреді, и ойыншылар негізі соған бейімделуге тырысады менің түсінігімде. Сондықтан кішігірім келісемін, то что как бы төрешілік ештеңе жоқ деген сияқты. Может, прикол в том, что төрешілікті ешкім оқытпаған шығар арнайы. Себебі мысалы
менің клубым достаточно үлкен болған күннің өзінде де типа маған өзім көптеген ізденуге тура келді, типа ана кітапты оқып көруге, мына кітапты оқып көруге, ананың тренингін көруге, прям ізденіп көруге тура келді. Себебі ондай істемесең сен өзін құрметтеп айта алмайсың. Мен төрешімін, мен мынаны түсінемін деп айта алмайсың. Оларды не үшін сен кәдімгідей жұмыс істеуің керек өзің үстінен. И вот, но мен келісемін, что как бы төреші болу ол нереально пайда беретіндігімен, себебі төреші болғаннан кейін сен көресің, мен мына жерде асып айтуым керек екен, мынаны бөле түсіндіріп айтуым керек екен, мына жерде мен до конца добивать етуім керек екен, аргументті бірінші аргумент, екінші аргумент айтуым керек екен, айтпасам шатасып кетеді екен төреші деген сияқты. Оларды прям қатты ескересің. Онымен келісуге болады. Вот, кстати, неге айтып өтуге байланысты. Сіз айтасыз ғой, типа төрешілікті не үшін вообще тыңдарманға айтып кетейін, не үшін біз қатты талқылап жатырмыз да вообще. АПФ-тің басында құрған кезде бізде бір мынандай күшті бір идея болатын. Өте привлекательный, өте әдемі бір идея мынандай болатын. То, что әр адамдарға не береміз? Сертификат береміз. И, возможно, ол сертификаттың несі болады? Ранктары болуы мүмкін. Ну, как бы особо не важно, то, что сертификаты бар, АПФ-тің сертификаты бар адам ғана төреші бола алатындай. То есть, получается, сіздің ертең ойындарыңызда әшейін клубтан бір айына бір рет келетін адам келіп төреші бола алмайды. Ол қаншалықты клубтың абыройы қаншалықты мықты болса да, қанша тырысса да, ол клуб ондай істей алмайды. Неге? Өйткені ол төрешілік деңгейі квалификациясы жоқ, и ол вообще кто? Вот бізде сондай идея болатын. Тек қана таныс адамдар. И солардың арасында не ойнатуға болатындай. Яғни, мысалы бізде қазір үздік спикер деген береміз ғой да, и үздік фракция деген сияқты, и үздік төреші дегенде прям кәдімгідей ақша бөліп не қылып, олардың арасында бір талпындырып, стимул қойып, осындай бір күшті әлем жасағымыз келген негізі. Вообще. Ну, қазір соған бара жатырмыз ғой да. Біз сондай істегіміз келген. Вот соның үшін ғой мен типа Бек мырзадан сұрап жатқанымыз не үшін, қалай, былай, нақты деген сияқты. Жестко спрос еді ғой. Вот. Енді Бек мырза, мен бір критика айтып кетсем сізге, сіз айтасыз ғой, мен түсінбедім не деген сияқты. По-моему, сол посттың өзіне жазылған болатын. То, что әр клубтың әр түрлі түсінігі бар. Әр клуб өзі жекеше түсінеді төрешілікті және дебаттың қандай болатындығын. И соларды біріктіру үшін және клубтың арасында ортақ стандарт қою үшін төрешілік академиясын ашса қалай қарайсыздар деген сияқты. Сондай сұрақ қойылған болатын. Сізге ол түсінікті болмады ма? То есть, әр клубтың өзінің түсінігі бар деген нәрсе. Мынандай нәрсе басында келісемін, то что мен кажется дұрыс ойымды жеткізе алған жоқпын. Мен келісемін, то что программа бар үйрететін, бірақ ол дұрыс емес деп ойлаймын өзім. Мынандай нәрсе болды да. Просто дұрыс не формулировкасын дұрыс деген. Екінші деген нәрсеге, то что барлық клубтардың өздерінің төрешіліктері бар деген нәрсе. Былай айтса болатын сияқты, жиналыстарда координаторлармен ақылдасқанда олар всегда айтады. Біреулер қан дебатқа қарайды. Қаншалықты қан дебатқа емес, қаншалықты жақсы ойнайды, білдіріп ойнайды, қаншалықты қызықтырып ойнайды. Екінші клубтар тактикаға жестко қарайды. Үшінші клубтар манерасына, өзінің ұстау поведениеларына қарайды. Осылардың талқылау барысында біз реально бір шешімге келе алған жоқпыз. Если осыншама уақыттың ішінде біз бір шешімге келе алған жоқпыз, надо изменить подход дегендей сияқты да. Андай нәрсе да. Бірінші ондай нәрселерді талқылау үшін, бірінші практикаға қарау үшін, немесе күшті ойнау үшін, күшті ойнау үшін қалай қарау керек, практиканың не екені дегендей сияқты да. Базовый, қайтадан мен түсіндіргім келіп тұр, шын айтты. Базовый білім. Фундаментальный нәрселерді үйретіп жатқан жоқ адамдар. Клубқа келесің, дебатқа келесің, бірінші курста төрешілікті үйренгенде, сен сразу барлық жерлерден түсіндіріп жатыр, практикалардан істеп жатыр, ойын стильдері, баллдық система и так далее. Это уже после, олардың барлығын үйрету керек, обязательно дегендей сияқты ғой. Ертең ойындарда сен не істеп, жаманда сөз айтып ойнап кетпеу үшін ондай нәрселерді түсіндіру керек. Бірақ оған дейін дебаттың қалай ойналу керек, төрешілікте неге именно қарау керек, фундаментальный заттарын біліп алу керек дегендей сияқты да. И ары қарай мен мынау ережені не үшін соншалықты айтып жатқаным, то что это позволяет басқа клубтарға өздерінің ережелерін енгізе беруге. Поверх этого дегендей сияқты. Бір клубтар айтады ғой, біз бір адамдар айтатын, әр турнирларға барғанда мен өзінің ерекше атмосферасы болады дегендей сияқты аргументтер көп айтылатын айтпақшы.
И типа егер бір ереже болса біз сол ерекшеліктерді жоғалтып алмаймыз, сол атмосфераны жоғалтып алмаймыз ба деген нәрсе айтады да. Мен бұнымен өте қатты келіспеймін, өйткені ең бірінші атмосфераны жоғалтпаймыз, өйткені біз уже дебаттың атмосферасын жоғалтылатынбыз, өйткені дебаттың атмосферасы ең бірінші дебат дұрыс ойнау деген нәрсе. Егер дебат дұрыс ойнатылмаса, дұрыс ережеге кетпесе, ертең по-любому қаншалықты басқалай қарамасын, біз по-любому атмосферасын жоғалтамыз. Наоборот, дебаттың атмосферасы келеді тогда, когда будет единый стандарт, единая система деген сияқты. Тогда төрешіліктер түсіне бастайды, нақты неге қарау керек, ойыншылар түсіне бастайды, қалай ойнау керек екенін деген сияқты. Әр клубтың атмосферасы әртүрлі деген сияқты байланысты. Сол бір ғана атмосфера тұрған дұрыс секілді да. Сол дебатқа байланысты. Өйткені бір клуб төмен, бір клуб жоғары деген сияқты нәрселер әлі күнге бар ғой. Жоқ, просто мынандай нәрсені түсіндіргім келіп тұр мен. Бастысы атмосфера барлық клубқа өздерінде қалады егер бір ережені енгізсек. Просто қандай да, мысалы, егер мысалы, кішкене басқалай айтайын, егер төреші біледі, мысалы, төреші келеді, абонент неден тұратын біледі. Фактика деген қандай нәрсе фактикаға кіреді, егер ойыншы дұрыс айтылатын болса, ол фактикаға кіргізеді деген десе. Ең маңыздылығын көрсетіп жатса, төреші оны ескереді. Основа дебаттың ойнап болғаннан соң, осының барын түсінбеген соң, ол уже бас төрешімен, и клубпен енгізген ерекшеліктерге қарай бастайды. И соған арқасында балдық системаны уже осы кезде балдық система керек. Өйткені осыларға қарағанда LD-ға өтетін адамдар балдық система қарайды. Осы ерекшеліктерді қаншалықты жақсы асырды, солар жақсы асырған адамға небәрі жоғары бал қоя бастайды. И сол кезде LD-ға да достойный адамдар, АПФ-те достойный адамдар өте бастайды. Бұл жерде атмосфера жоғалмайды. Менің басқа айтып атмосфера туралы сөйлемес бұрын давайте дебатты алып келейікші деген десе. Дебаттың ойынын істейін, вообще дебат ойнай бастайықшы деген десе. Қазір көбінесе дебат вообще ой қызық емес. Өйткені көбісі адамдар дебат ойнап жатқан жоқ. Дебат ойнап жатқан өте аз адамдар деген десе. Нағыз реально полемика болып жататын, нағыз реально идеялар туындап жататын ойындар өте аз деген десе. Не обязательно керемет ойнауды, не обязательно прям күшті идеяларды 30 сағат бойы, бір апта бойы бір қараға дайындалу, не обязательно. Мектеп лигасында қаншама адамдар, қаншама оқушылар бар, хотя бір сағат 15 минут бөлді, хотя дебатты жақсы ойнауға тырысады, реально жақсы идеялар туындайды дегендей сияқты да. Егер бізде солай осы ережелерді сақтай болсақ, реально ертең дебат болып, реально атмосфера береді, и уже ерекшеліктер пайда болады. Ерекшеліктер никак не отменяет бірінші основалар. Она должна дополнять, а не противостоять дегендей сияқты. Әйтпесе қазір көбінесе клубтардың ерекшеліктері бар ғой дегендей сияқты. Противостояние ретінде береді, единый төрештіктің. Төрештіктің бір ережесі. Осыдан проблема пайда болады. Қандай болса, спор ни о чем болып кетеді. И сол үшін ответті табылып жатқан жоқ. Осылай. Жалпы осы АПФ-те андай бола ма? Жылды жоспар деген сияқты. Бір осы жылда осындай істеймін деген сияқты. Или ол келесі жылда жоспар деген секілді нәрселер. Вообще, осыған байланысты сөйлей кетейікші. Андай нәрсе бар да, официальность дейді. Ресми. Көбісінде андай да, біз қаншама болып жиналыстарды өткізесіз, сіз координаторсыз, түсінетін шығарсыз, андай да. Слишком қалай айтса болады, беспочтенный кейбір кезде адамдар осындай бір федерация болсын, бұланға дейін орталықтар болсын, тым ресми болып кететін сияқты. Тым ресми болып кететін сияқты. Яғни, слишком напускная дегендей сияқты. Жылдық жоспар. Тағы да сондай біздің координаторлардың көмекшісінің, министрінің так далее, тому подобное. Слишком ресмилік. Маған өте қатты ұнамайды. Өйткені такая излишняя ресмилік убивает весь фан дегендей сияқты да. И сол үшін қандай нәрселер жылдық жоспарды құрып адамның басын қатырып не істейтін қажеті жоқ сияқты. Өйткені
не всегда жылдық жоспар жүзеге асады. Жоқ, жоспар болу өте маңызды. Бірақ жылдық жоспар деген кішкене келмейтін ұғым сияқты менің ойымша. Излишне ресми болудың қажеті жоқ. Ресми болу керек. Меру дегендей сияқты. Бірақ дебат федерация басында мен шынында да ресми болуға тырыстым. Премьер-министр, министр дегендей сияқты. Слишком ресми олар таныстырып, слишком ресми жасап кетіп, слишком ресми жиналыстарды өткізуге тырыстым, бірақ одан ештеңе шықпады деген сияқты. Может, менің платформамда ондайда келіспейді, может, менің айтып жатқаным дұрыс емес, может, мен сондай адам шығармын, бірақ маған ондай до конца дұрыс емес сияқты, өйткені бізде реально ешқандай жетістіктер жоқ, ешқандай бюджет те жоқ. Зачем мен такой излишне? Біріншіден өзің шынында да осымен айналысың келеді. Айналыс дегендей сияқты. Излишне ресмилік беріп керек емес адамдарға мұндай должностьтар, ресми должностьтарды беріп, олар отырады саған қарап, сен отырасың оларға қарап, өздеріңмен өзің бір нәрсені талқылайсыңдар, бірақ өтіп ештеңе келмейсіңдер, керек емес. Мырза, басылдыңыз ба? Мен айтып жатқан едім, типа то, что клубтағы атмосфера, бөлек атмосфера бар дегендей сияқты. И то, что бірлестік ереже барлықтарына это не противоречит друг другу дегендей сияқты. Одно должно вытекать из другого дегендей сияқты. Біріншісі екіншісінен шығу керек. Ал біздегі қазіргі нәрсе адамдардың көбісі спорт етеді, то что турнирлардың ерекшеліктері жоғалып кетеді ғой дегендей сияқты нәрселер айтады. Турнирлардың ерекшеліктері жоғалмайды, өйткені қазір дебаттың өзі жоқ болған үшін болады. Давайте біз бірінші дебатты қалыптастырып алайық, сосын барып ары қарай атмосферада турнирлардың ерекшеліктері де келеді. Олар ешқайда жоғалмайды дегендей сияқты нәрсе. Это само собой разумеющееся дегендей. Не надо противопоставлять одно другому дегендей. Негізі осы идеяны бар ғой, мен де ойлағам. То, что апайып құрылмай жатып ше вообще, мен ойлағам, не үшін ана клубқа барғанда мен былай сөйлеуім керек, мынаның турнирге барғанда андай сөйлеуім керек, не үшін деген сияқты ойлаған кезде, и ойлағам, а вдруг этой разнообразие, именно осы әртүрлілік, это и есть как бы Алматының изюминкасы. То, что ал егер ертең барлығын бірдей қылып тастайтын болсақ, қай шалып бәрін тексеріп тастайтын болсақ, бір бой қылып тастайтын болсақ, онда ерекшелік жоғала ма? Ол дұрыс емес па деген сияқты уайымдар менде де болған негізі. Осы нәрсе жоғалмайды. Басты мен түсінуім керек. Ондай ерекшеліктер жоғалмайды. Өйткені бірінші, мысалы, ойнап келді, дебат, мысалы, кез бағын красиво түсіндіріп берді ма, как можно дегендей сияқты, как он старался, насколько может, қаншалықты тырысты, соншалықты түсіндіріп берді ма, бірақ нормально түсіндіріп берсе, содан кейін уже ерекшеліктерге қарайды бастаса, қаншалықты қызық түсіндірді, қаншалықты нормативті түсіндірді, қаншалықты идеясы күштірек дегендей сияқты, содан кейін ол соларды уже қарай берсе болады дегендей сияқты, қаншалықты ол өзін өзі ұстады, қаншалықты күлдіртті, жылатты, тағы да басқа тому подобное и так далее дегендей сияқты нәрселерге қарай берсе болады дегендей. Стиліне, көрінісіне, өзінің таныстыруына и так далее, тому подобное клубтардың барысында. Бірақ оларға көшпестен, давайте біз реально дебатты жөндеп алайықшы, пожалуйста, дебаттың ойнауын жөндеп алайықшы дегендей сияқты нәрсені айтқым келіп тұр. Бек мырза, мүмкін сіз мынандай нәрсеге мынандай уақытта келіп қалдыңыз. Помните, алдын, по идее, мен бірінші дебатта келген кезде, жасым өткен кезде мынандай болатын. Жеті қарар беретін, и непонятно қайсысы іріктеуде келеді, қайсысы плей-оффта келеді. Если повезет, саған іріктеу плей-оффты бөледі неде турнирдан бір 3-4 күн бұрын. Вот. И саған суббота күні азында келген кезде любой жеті қарардың біреуін айта салуы мүмкін. Абсолютно любой. И сен жеті қарардың біреуін дайын болуың керек. Это нереально қиын нәрсе. Одан кейін уақыт өте келе адамдар обязательно міндетті түрде неге бөлетін болды? Плей-офф, там іріктеу деп бөлетін болды. И одан кейін бір клубтар бастады, то что мынау бірінші раундтың ойыны, мынау екінші раундтың ойыны деген сияқты бөліп бастады. Вот. Одан ары қарайғы казуализация ол мына түрмен кетті, то что қарарлар оңай болып бастады. И қарардың бір сен қарар үлкен тема негізі ішінде. Оны сен бір кішкентай бөлігін талқыласаң жетіп жатыр. Клубтар одан артық ұйымдастырушы, турнир ұйымдастырушы клуб сенен одан артық сұраватқан жоқ. И осылай менің ойымша как бы адамдар да сәл оңай қарайтын болып кеткен сияқты. Типа келдің, 1-2 нүкте ұстап алдың, сол бойынша жеңсем жетіп жатыр деген сияқты. На самом деле негізі өте үлкен заттарды қозғауға болады қарардың ішінде. Бірақ адамдар өзіне оңай түсінікті заттармен ғана шектеліп қалып отыр да. Менің ойымша бір сондай тенденция жүрген сияқты, мүмкін менің көзқарасым бойынша. Қаншалықты өтірікшін білмеймін, бірақ бар сияқты. И сіз сол тенденцияға түсіп қалған сияқтысыз. Именно АПФ-тің уақыты.
мүмкін бірақ нақты сұрағыңыз қандай болды сонда? Жоқ, я мен просто как бы комментарий ретінде дедім, типа қазір дебат жоқ дегенге. Андай ғой, просто качество упало дегенде сияқты. Сапасы түсіп кетті дегенде сияқты. Ойыншылардан уже дебат ойнауды сұрамайды дегенде сияқты. Оларға просто сөйлеуді сұрақ кетті дегенде сияқты. Ойыншылар да төрешілерден сұрап жатқан жоқ, ештеңе дегенде сияқты. Они көбінесе өзінің дауысын тыңдау үшін ойнап кетті уже. Пока что это можно, бұны әлі де жөндеуге болады, ешқашан кеш емес өзінің қасиеттерді жөндеу үшін. Так что болады. Сіз күшті нәрсені айтып кеттіңіз, қарарлар туралы. Қарарда ойындарға өте үлкен рөл ойнайды по идее ойында. Өйткені қарар берілгенде сен түсініп тұрдың үшін қарарда обсуждение болатын нәрсені болу керек екенін десең, бір реально дұрыс әңгіме құрайтын қарарларды беру керек. Андай қарар болды да, серьезно андай қарар болды, мысалы. Қарар болды. Или серьезно турнирда қарар болды. Жер плоский дегендей сияқты. Плоский ма, соны дәлдеу керек деген сияқты. Маған өте қатты ұнамайды бұндай қарар, өйткені реально өтірік нәрсе ғой. То есть сен өзің что ты будешь обсуждать, то ты сам станешь тупым дегенде сияқты ғой. Осындай нәрселерді оқып, реально адамдар қатты кәне жер домбалақ емес шығар дегендей сияқты нәрселер. Тіпті мен отырасың да шошисың да, реально ма, серьезно ма дегендей сияқты. Сол дебаты отуплять людей дегендей сияқты. Отырасың сен айда кетті деген сияқты. Сол ғой андай да, маған өте қатты адамдар айтады, жоқ фан-дебат қой қызық болсын да, бізге развеять ету керек қой. Развеять ету керек шығар, бірақ егер турнирдің 8 қарардың 7 қарар сондай болса, я не знаю, извините дегенде сияқты, куда больше расслабляться, я не знаю. Бір қарар болса, ладно, я пойму, и обязательно оның алдында түсіндіру керек, то что реально жер домалақ, а не домалақ емес. Просто емес, домалақ. Ол түсініктер. Просто ойында сендер басқа нәрсені дәлдеу керек деп түсіндіру керек. Өйткені кейбір адамдар реально түсінбейді оның нәрселерді. Как сырттан қарап тұрған адам ретінде, по-моему, бұл жерде сіз қателесіп тұрған сияқтысыз, как бы прикол в том, что как бы ондай қаралар не үшін беріледі негізі да? Ол адамның нестандартный мышлениесін көру үшін. То есть адам тек қана кейстен ғана ойнау емес, немесе бар фактіні қолдану емес, одан басқа не айта алады жаңа нәрсе. И соларды бар ма адам ойлау деген тереңдер қаншалықты дамыған, сол нәрселерді тексеру үшін сондай қаралар беріледі. Сондай нестандартный, сондай абсурд, сондай түсініксіз заттарды беріледі, және оны ойнау өте қиын. То, что сіздер жатыр ғой, типа одан алдын айту керек домалақ деген сияқты, это как бы по-моему, это чисто было по приколу, сіздің айтыңыз бойынша. Жоқ, андай нәрсе бар, просто келсем, реально бұндай қарар өте қиын, и реально неподготовленный ойыншыларға бұндай қарарды беруге болмайды, өйткені реально 100 ойынның өзінің 95 ойыны кончист болып өтеді деген. Бұл реально плей-оффта немесе дебат шоуда ойналатын қарарлар. Реально түсініп көріп, реально не істейтін подготовленный болып тыңдайды. Ал ондай қарарларды іріктеу кезінде беріледі деп айтады. Қарарлардың проблемасын көбінесе просто андай турнирдің 7 қарар керек, әйтеуір бір нәрсе болып жинап алады деген сияқты. Егер реально андай нәрсе болып кетті де, қазіргі турнирлар өзінен берут больше, чем могут сесть дегендей сияқты нәрсе. То есть өзіне көп алып кететін сияқты. Егер шынында турнир 8 қарарды қамти алмаса, хотя бы 7-6 қарарын қамтисын дегендей сияқты. В этом нет ничего зазорного, в этом нету ничего плохого дегендей сияқты. Наоборот, сен сапаң кетіп, сапаға жұмыс істеу керек, санға емес дегендей сияқты. Ең біріншіден. Егер турнир шынында да көп фракцияны қамти алмаса, 70%. 40 фракцияға дейін қысқарта сал. Ертең сенде 40 фракция болмай 70%. Бәрібір егер сен 70 фракциямен дұрыс нәрсені, сапалы нәрсені бере алмасаң дегендей сияқты. Осыны түсінемін. Адамдар слишком көп нәрсені ала береді. Турнирлардың бірінші орындағы ақшасын көбейте береді, істей береді, бірақ это уже просто андай, просто андай, на вид жасайтын сияқты. Өте қалаймын то, что турнирлар шынында да өзінің мүмкіндігінше жасаса дегендей сияқты. И жыл сайын сол мүмкіндіктерін көтере берсе, ақырындап, егер ол мүмкіндіктерді көтере алса дегендей сияқты. Оценивать свои силы дегендей ғой.
көбінесе осы оценка сыйлығын бере алмаған үшін көбісі выгорать етіп кетеді. Дебаттың үшін иә. көбісі өзінде сондай болды, шын айтайын, екінші курста аса кеткен сондай үшін выгорел просто. Вообще қателіктен негізі осы қарар таңдауға байланысты бар ғой. Негізі көп адамдар ойлауы мүмкін қиын деген сияқты. Жоқ, негізі қарар таңдауға нақты ережелер бар. Ол ережелер IDEA-да жазылған, адаспасам. Немесе анау әлемдік бірден ұйымдар бар ғой, Себат жайлы, оларда да бар. Немесе Петр Ждановтың кітабында да бар, осы нелігі қарар таңдауға байланысты. Ал егер сіз оларды оқыңыз келмесе, онда қарапайым бір лайфхак бар. Клубыңыздан 4-5 нормальный шығып жүрген, нормальный бастайтын адамды алыңыз. И олармен қарарды максимально талқылауға тырысыңыз. Соңы жетіп жатыр. Қарарды аласыз, максимально талқылайсыз. Ол жерде қарарда кем дегенде 2-3 позиция болу керек, 2-ден көп болу керек позициялар. Яғни оппозициясы да тұра алатындай. Және ол нәрсе талқылануға сай болу керек. И осындай кішкентай бір ережелерді қолдану арқылы қарардың сапасын көтеруге болады. Бір жағынан келсем, қарар табу өте қиын. Прям нереально қиын. Себебі сен қазір ойлап жүресің, мысалы мен қазір мына қарарды біздің турнирде ойнағанды қалайын деп жүресің да, сен турнирің келген кезде уже сенің қарарың не актуально уже, қызық емес ол қарар. Давай басқа қарар табу керек. Ол интеллектуален труд. Көп адамдар ерінеді ол нәрсеге. Вот, ал егер реально қиын болып жатса, онда тексерілген, уже осы уақытқа дейін ойналған, но қызық қарарлар болады шынымен де. Мысалы адамды өлтіру, ақталап, білмеймін, сондай бір деген сияқты сондай қарарларды ала салуға болады. И оларда қызық болады өзінің деңгейіне, себебі сіздің турниріңізге жаңа адамдар келіп жатыр. Оларға да ойнатуға ше. Вот. Қазір может төрешілікті қоя салыңыз, өйткені келесі жолға адамдарда не сөйлесу керек екенін қалмай қалатын сияқты кішкене. Келесі қонақтар. Жылжып кетсек бар. Иә, жылжып кете берейік, әйтпесе төрешілікте 1 сағат болды, кажется, сөйлеп жатырмыз. Иә. Хлеб отбираем у людей, вот просто андай. Алихан айтылатын дүние көп болатын. Не полигонтор. Бәрі. Жарайды. Жылжып достар. Сұрақтар. И такой Асхат такой сразу микрофон откручил. Дайын емес пе? Мұның бәрі қақыл керек. Просто бұл әңгіменің бәрін бұрын естігем да. Уже вообще сұрақ бәрін біліп тұрмын да, Бекнұрдан. Асхат түсініп тұр да менің бойымды прямо ощущает жиналыстың барлығы есіне сіріп флешбек болып отыр болады. Қорытындысын айтып жіберсем. Давай. Мына нәрсе да, мен ол тыңдап жатқан дебатерға айтқым келіп тұр, что АПФ-тың құруына өте үлкен себеп болды ол төрешілік. Және мен өте қатты қуаныштымын осындай бір нәрсеге қатысқаным үшін, және осы адамдарға барлықтарының рахмет айтқым келіп тұр. Асқан мырза, Жарылқасын аға, сәлем. Әсет мырзаға да өте үлкен рахмет менің кандидатурымды ұсынғаны үшін. Таңдаған кандидатурлар бар еді. Осы бір АПФ-тың құрылғанына ішінде бір жылдан асты. И бір жылдың ішінде жұмыстар жасалды АПФ-та. Иә, көбінесе көрінбеуі мүмкін, то что АПФ не істеп жүр, жайдан жай президент болып жүр дегендей сияқты. Бірақ маған өте қатты ұнап жатыр АПФ-тың айнасы өйткені нетривиальный задачалар шешіп жатсың деген сияқты. Сол төрешіліктің өзінің маған төрешілік проблеманың өзін шешу өте қызық. Қиын болды біріншіден, өйткені бір жыл бойы мені сұрай берді, ал мен пока что нақты жауапты бере алмайтынмын ба, әйтеуір білмеймін ойлап жатырмын, бірақ соңында болсын әйтеуір бір шешімге келдім, және келесілерді білесіздер. Келесіде АПФ-тің басты мақсатын айтып кеткім келсе, менің көріп жүрген басты мақсатым мынандай да, АПФ Алматы Боксайс Федерациясының болашағы өте зор. Егер біз дұрыс қадамдар жасай алсақ, ал федерациямыз ертең дебатты шынында да жаңа деңгейге көтере алуы мүмкін. Қазіргі кезде көбісі айтуы мүмкін, то что дебат аяғында емес деген сияқты. Өйткені аяғында емес, өйткені үлкен бір глобальный цель жоқ деген сияқты. Просто бар үшін жоқ, қалай болады. Оған дейін дебат өте локальный болатын, 10-20-30 адамдардың арасында дегендей сияқты. Одан өсті 30, 40 болды, 40-80 болды, өсім бар кете береді. Қазір бір клубта 100 адам болуы мүмкін, вполне возможно.
турнирлардың да уровендері көтерілді, бірақ өкінішке орай біз ескі ережелермен қалып кеттік. Ескі ережелер қазіргі форматпен жұмыс істей алмайды деген. Олар ескірді. Бізге жаңа ережелер енгізе бастады. Жаңа ережелер деген не? Қазіргі кезде АПФ қазір не істегісі келді? Осы карантинде мысалы мен өзім подкастты ойлап шығардым деген сияқты. Өзім подкасттарды өте жақсы көретінмін. 2010-нан бастап бірінші ойын жасау подкасттарын тыңдайтын шығар. Отвлечен екен, просто әйтеуір подкастты тыңдай беріп, басын СДУ-да, 3-ші курсында өзім сондай бір нәрсені жасаған деген болатын, бірақ ни тем болған жоқ, спрос та болған жоқ, смыслы қатты болған жоқ, өте қатты істегенмін. Алайда уақыт өте келе оны ұмыттым, АПФ келді, төрешіліктен басқа нәрселерді жасай бастадым, бірақ осы карантинде өте үлкен нәрсе болды. Карантин басталды, дебат жоқ болып кетті, ешкім ештеңе білмейді, какой-то бір связь құру керек деген сияқты осы подкастты өте жақсы формат деп өте жақсы формат алады деп ойладым. Асхатқа жаздым, Асхат мырза өте жақсы кездесіп сөйлесіп сымар бірінші пилоттық выпуск Кенбайымыздың және Амина ханымдарды шақырып олармен сөйлесіп Кенбайға да өте қатты болды. Екінші жүргізуші болып кетіп осылардың барын қолдауы, адамдардың отзывтары өте рахмет сіздерге отзыв жазып жатқандарыңыз үшін және тыңдамаған дебатерлар достарыңыз болса оларға да бөлісіп жүре беріңіздер. Осы подкаст шынында да ертең дебаттың сапасын көтеруіміз керек, осы подкасттың да неғұрлым көп адам тыңдаса соғұрлым күштірек болады. Бұл біздің АПФ-тің бірінші осындай глобальный нәрсесі болды осы жылға. Екінші нәрсені қысқаша айтып кеттім. Екінші нәрсе ол бірінші айтып мен төрешілік болды. Сосын барып подкаст төрешілікті берсе келесі аптада қайтадан айтудан жалықпай келесі аптада білесіздер. Үшінші нәрсеміз әлі жариялаған жоқпыз, оны өте аз адам біледі. Айтуға болады ма, болмайды ма деген келемізді қалай ойлайсыз? Негізі менің ойымша, егер сәл дұрыстап тыңдаған адам болса, түсінді деп ойлаймын не айтқымыз келгендігін, ол идея айтылды осы жерде. Не жаңа бұл нәрсе пилоттық шығарылымда айтып кеткен болады. Кенбайымыздан және серпіміз олар. Иә. Тизер трейлер ғой. Бірақ ол кезде олар да білген жоқ, ол не туралы екенін. Ол кезде біз де білген жоқпыз. Сол кезде мен өзім модератор, осы жерде продюсер ретінде отырмын ғой подкастты. Бұғанға дейін тыңдап отыратын, монтаж жасайтын. Сол кезде тыңдап жатқанда мен қатты қуанып кеттім де, реально сол нәрсені, мен ойлаған нәрсені айтып жатырсың, значит, есть спрос дегендей сияқты десе. Қуанып кеттім де, реально второе дыхание ашылып кетіп жасағасын. Ол нәрсені білесіздер 2 аптадан кейін, бірақ қысқасын айтып кетейін. Типа загадканы подсказканы бере салайық. Бітіріп кетушілерге байланысты. И типа дебаттан кейін не істейді дебатерлар? Универді бітірді и дебатерлар қайда кетеді, не істейді деген сұрақтарға жауап беруі мүмкін. И шынында осыны біз жасасақ, егер АПФ шынында да жасайтын болса осыны, яғни мен жасайтын болсам, шынында адамдарды бір единый мишниктарды табатын болсам, қазір идея ретінде тұр, бірақ адамдармен сөйлесіп жатырмын. Осының барлығын жасайтын, кіммен жасайын, кім қолдайды, кім көмектеседі. Сонымен сөйлесіп жатырмын. Солардың барлығын танысам, кітаптардан дегенде, осының барлығын жасасақ, ертең дебат әлемі шынында да жаңа деңгейге көтеріледі. Осы кепілдер алам осы нәрсені жасасақ. И КВН-мен бірдей болуына видеода шыға берсе болады, не істеуге болады. Это андай просто абстрактный нәрсе емес, реально мы нашли пути к этому деген нәрсе. Вот сол барып жол таптық, и осыны сол жолмен жүрсек, соңында әйтеуір осындай бір нәрсе болады. Қазір алыстан артық ештеңе айтпаймын, 2 аптадан кейін беретін болады. Тағы да айтып кетсем, соңғы рет. Тағы да бір нәрсе айтып кетсем. Вырежем. Соңында айта кететін болсам, тыңдап жатқан оқырмандарға, тыңдармандарға, дебатерларға, профессоршыларға қазір
қазіргі кезде микстейптарда микстейпте бір проблема болатын, то что ол жақта отзыв болмайтын, яғни обратный связь болмайтын оқырмандармен, подписчиктермен, еститінмен. Асқар мырзамен сол өткендегі Асқар мырза келгенде өте кішкене нәрсені айтатын болатын, потому что микстейп это неофициальный зат, ол жақта прикол жасайтын. Микстейпте қазір контент жоқ екен. Дебатта турнир болып жатқан жоқ, ешкім жаңалық болған жоқ, қазір сол үшін өшіп жатқан шығар деген күшті идеяны әкелді. Бірақ ол кезде микстейпте контент болған жоқ, шынында да делиться ететін, әңгіме айтатын, басқаларға реально андай мақтанышпен көрсететін, міне дебат әлемінде осындай нәрселер бар деген дейсің. Контент болған жоқ. Свояк нәрселер болды. Олар жаман емес, ол өте жақсы, күшті, сондай платформа бар екен. Бірақ не тот контент, который нужен людям, другим людям дегендей сияқты болады. Осы подкастты мен сенемін, то что реально басқа адамдарға да қызық бола алатын. Болашақта бұл жақта дебатерларды ғана емес, волонтерлықтың координаторларын, басқа клубтардың бір нәрсеге жетістікке жеткен студенттердің, русская лиганың, басқалардың шақырып, ағылшын лигалардың барлық осындай бір разнообразие болсын дегендей сияқты жасап ниетпен боламыз. Барлық вообще дебатерлар болсын, бір платформа болсын. Егер тыңдап жатқан адамдар болса, сіздерде бір тема болса сөйлескеніңізде, немесе ойыңызда бар темаларды комментарийға жазыңыздар. Имбай мырзаларға, Асқар мырзалардың жекесіне жазыңыздар. АПФ группасында номерлары бар. Подробный информация дегенде астында екі экран болады. Жазыңыздар, оларға өздерінің идеяларыңызды айтыңыздар. Қалай дұрыс жасаса болады. Егер өзіңіз қонақ ретінде келсеңіз, жазыңыздар, айтыңыздар. Спокойно жасаймыз. Тек қана телефон, дискорд қана керек. Болды, ары қарай өзіміз алып кетеміз дегендей сияқты. Егер просто осының барлығын үлкен нәрсеге алып келетін болса, адамдарға тыңдамаған дебатерларға жіберіңіздер, клубтарыңыздың группаларыңызға жіберіңіздер, өздеріңіз ұйымдарыңызбен сөйлесіңіздер. Обязательно бұл ертең өздеріңізге керек. Ертең дебатер деп мақтанышпен айтқыларыңыз келсе, осындай кішігірім заттарды жасасаңыздар, мен өте үлкен рахмет айтушы. Вообще дебаттың өзі үлкен рахмет айтады ертең болашақта өздеріңізге. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.